Сумен жаңаратын әлем мен Каспийдің төменіндегі ежелгі рухтар. Күн жүйесінде бұрын соңды болмаған қуатты трансформация орын алуда. Күн планетасының өзегіндегі энергетикалық толқындар қазіргі таңда 2 есе артты. Бұл ғаламдық энергетикалық алмасудың жаңа кезеңі. Күннің бұл сәулелік серпіні тек қана ғарыш кеңістігінен емес, жердегі тіршілік иелерін де терең деңгейде өзгеріске ұшыратуда. Жердегі өзгерістер мен адам ағзасындағы энергия алмасу, күн энергиясының артуы адам ағзасына, әсіресе мидың жиілігіне және жүйке жүйесіне ықпал етеді. Соның салдарынан қазіргі уақытта адамдар бас ауруына, аяқ-қол дірілін, жүрек айнуын, ерекше түс көрулері мүмкін. Бұл ауру емес, ағзаның жаңа вибрациялық жиілікке бейімделу үдерісі. Қорқудың қажеті жоқ. Сіздің биофизикалық денеңіз тазару және жаңғыру фазасын өткізуде. Бұл кезеңде ішкі энергия арналары ашылып, сіздің эфирлік денеңіз жоғары вибрациялық жиілікпен үндесуге бейімделеді. Қазіргі уақытта Каспий арал теңізінің терең қойнауында мыңдаған жылдар бойы тыныштықта ұйықтап жатқан ежелгі су асты өркениеттерінің рухтары оянып жатыр. Бұл өркениеттер шамамен 20 мың жыл бұрын қазақ жерінде тіршілік еткен, жоғарғы деңгейдегі су технологияларын меңгерген, телепатия, биоэнергетика және судың сана мен байланысын басқарған елдер болатын. Бұл өркениеттердің өкілдері су билеушісі рухтар, яғни теңіз мәдениетінің қамқоршылары. Олардың оянуы кездейсоқтық емес. Олар адамзаттың жаңа сана сатысына көтерілуіне жол ашуда. Бұл ғаламдық тазалану мен жаңғырудың белгісі. Су элементі және ғаламдық жаңғыру. Қазіргі табиғаттағы жауын шашынның артуы, жер анадағы су элементінің көбеюі, су жаратылысының ең терең ақпараттық тасымалдаушысы. Ол барлық тіршілікке жаңа энергияны жеткізуші. Судың көбейіп, жерді шаюы әлемнің терең деңгейде тазалануының, рухани және биосфералық деңгейдегі жаңғырудың айғағы. Рухтар мен ежелгі білімнің қайта оралуы. Сумен байланысты рухани болмыстар су перизаттары, теңіз қамқоршылары, арал рухтары адамзаттың ішкі таңдау арналарын ашады. Бұл кезеңде адамдар ерекше түстер көреді, суға байланысты естеліктерді сезінеді, немесе ескі тылсым білімге тартылуы мүмкін. Бұл сіздің рухани ДНК-ңыздағы ежелгі өркениеттік кодтардың қайта белсендірілуінің белгісі. Себебі ежелгі су астында тіршілік еткен сіз, жерде де тіршілік етіп жатқан сіздің рухыңыз. Сіз барлық эволюциялық дамудан өттіңіз. Ештеңеде сізге жат емес. Суда, құрлықта, аспанда. Бәрі сіз. Енді бастысы ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Табиғатпен үндесіңіз. Суға жиі барыңыз. Таза ой мен жүрекпен өмір сүріңіз. Себебі сіз енді ежелгі және жаңа өркениеттің арасындағы көпірсіз.